Өскемендік жас ғалым жол үстіндегі мұзды оятын машина ойлап тапты. Өнертапқыш өзінің тың бастамасын жүзеге асыруға 3 жылын арнапты. Әзірге инновациялық әдіс қолданысқа енгізілмегенімен қызығушылық танытып отырғандар да жоқ емес. Жұмысшылар еңбегін жеңілдетуге септігін тигізетін жобалар туралы келесі материалда. Бұл мұз оятын машинаның алғашқы нұсқасы. Дидар ғылыми жобаны бастамас бұрын осы кішкентай техникалық бөлшектің мүмкіндігін пайдаланыпты. Кейін қар тазалайтын машинаның негізінде құрастырып шығыпты. Тротуардан келе жатып сырғып, аяғымыз құлап, соңына мұзды, соң былай қараған кезде біздің КСК адамдары, дорожниктар жүреді балтамен ойып. Соң қарап енді ойлап, қалай мұзды оюға болады екен. Мәшінмен нетіп деген секілді. Кісі емес. Мынау агрегат мысалы бір 10-15 кісінің жұмысын істейді. Жанар жағар майы жеткілікті болса, бұл машина тоқтаусыз жұмыс істейді. Техника уақытты үнемдеуге септігін тигізеді, әрі экономикалық тұрғыдан да тиімді дейді жас ғалым. Өйткені қыс мезгілінде жол үстіндегі мұзды ою үшін қыруар жұмыс күшін қажет етеді. Мынандай шимемен мұзды ою үшін бірталай уақыт керек. Қара күшті өте қажет. Тіпті осындай кезде көкек тайғақты оя асфальттың өзі ойлы шұңқыр болып қалады. Жас ғалымның ойлап тапқан инновациялық әдісі осындайда керек. Бұдан бөлек техникалық университеттің шағын зертханасында бірнеше ғылыми жоба қолға алынған. Мәселен, мына шағын құрал алтынды сумен шаю, сүзгіден өткізу сынды бірнеше кезеңді бір мезетте атқара алады. Университет ашқан жаңалық алтын өндіру ісінде өте қажет. Өндірісте 20 адамның атқаратын қызметін мына кішкентай техника бір өзі орындай алады. Есесіне таза алтынды өндіруге болады. Университеттің өнертапқыштары ойлап тапқан жаңалықтар түрлі деңгейдегі гранттарды да иеленіпті. Мұндай заманауи жобалардың өндіріске енгізілуі жұмыс үдерісін жеңілдетіп, қол еңбегін азайтуға мүмкіндік берері сөзсіз. Зәуре Елдартқызы, Аслан Төлепов, Дмитрий Пыхтин, Өскеменнен.